Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылда гараж. Бүгін бізде Максима. Бұл Максиманы толықтай іш сыртымен бірге мінсіз бояп шығу керек. Соғылған жері бампер ғана, мына жер ғана, басқа жерлері соғылмаған, краскасы ұшып кеткен. Ақырында бөлшектер шешіліп басталды. Жалпы майда шүйде шоқтардың түзеу керек. Крышада қисық бар, артқы бамперде бар. Мына шоқтарды түзеу керек. Жалпы толықтай қарап шығып, мін таппайтын комплект етіп шығару керек. Ішке кіргіздік, жылтырларын алып жатырмыз. Шпаглевка бір қатар жағылып жатыр. Төбелерінде де шпаглевка жағылып жатыр. Мына жақтарында, сосын мына жағында мындай болып тұр бізде. Мына жер алдын кесілген, сваркасымен тұрған екен, осыны тас жетік шпаглевка жағу керек. Мына жақта мына жер сынған екен, бар деділді. Амортизатор тұратын жер мына жер сынған екен. Бұл да бар деділді. Мына жағында мына жер сынған. Мына жақта сынған мына. Мына жақтар тесіктер жабылды. Жалпы осылардың бәріне қазір шпаглевка жағып, грунтовкасын шашып, краска шашу керек болмай. Барлық жері скотчталып краскаға дайындалып жатыр. Мына жақта жағына краска шашылып қойды. Отвердителмен. Мына жақта гравитек шашылды. Аст жағына толықтай гравитек шашылды. Мына жерден үстіне қазір краска шашып жібереміз бірге. Екі слой краска шаштық. Проемдарға бір слой лак шаштық. Мынандай болып тұр проемдар. Енді сыртына қызыл ксерал қосып шашуымыз керек лакқа. Әдемі жылтырап тұру үшін. Ксералды көп қосуға болмайды. Түсті өзгеріс жіберуі мүмкін. Ашық қызыл болып кетуі мүмкін. Сол себепті 100 граммға бір тамшыдан ксерал қосып көреміз. 1 литр лак дайындадық. Ксерал қосқан кезде түрі мынандай сары болып тұр. Ксерал көрініп тұрған жоқ ішінде. Қазір шашып көреміз. Бір слой лакты шашып қойдық. Бірақ мынандай бұжыр болып тұр. Ксерал бетіне шығып кеткен сияқты көрініп тұр қазір маған. Қазір екінші слойды сәл сұйықтау етіп шашамыз. Жылтыры көбірек болу үшін қазір мынандай мутный болып тұр. Бұйырса осымен толық жиналып бітейін деп тұр. Мына жақтағы крылоға поворотник салу керек. Жалпы көрінісі осындай. Ұзақ жұмыс жасалды. Проемдары мынандай күйде тұр. Жалпы әрбір детальға мән беріп қарадық, тіпті мынандай болттарға дейін өз қалпында қалдырдық. Мына жерге скотчтарды әдемілеп, красканың ұрылғаны байқалмайтындай еттік. Мына жақта артқы фаралар, панорама, полировка жасалды. Жалпы көрінісі осындай. Жалпы бұл көлік әдемі шығу үшін өте ұзақ жұмыс жасалды. Әрбір детальға мән беріліп, краскада ешқандай косяк жоқ, лакта да патек жоқ. Бірақ бірінші слойда ксерал қосқанымыз лакты кішкене мутныйрақ етіп көрсетіп тұр. Қатты жылтыр емес, ол бірақ фундамент емес, бетіндегі нәрсе бір полировкамен жылтырап әдемі болып шығады. Жалпы көрінісі осындай. Бүгінге осымен аяқтаймыз. Айтпақшы, біздің ауылдағы гараж инстаграм парақшамызға тіркеліп кетіңіздер. Ол жақта кішігірім ақпараттар болады. Сілтемесін видеоның астына сипаттама қалдыратын болам. Видео ұнаса лайк басып достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.